Assalamu алейкум достар. Біз Абай облысы Абай ауданы Құндызды ауылынан өзіміздің туған ауылымыздан Шәкәрімнің Саят қорасына саяхатқа шыққалы тұрмыз. Жол нашар әрі таулы жер болғандықтан 100 шақырымды шамамен 3-4 сағатта жетеміз деп жоспарлап отырмыз. Сондықтан саяхат барысының барлығын видеоға түсіріп сіздермен бөлісіп отыратын боламын. Ендеше ақ жол. Біз нақты Саят қораға апарар жолды білмейміз, себебі ол картада белгіленбеген. Сондықтан жолшыбай кезіккен елден жолды сұраумен болдық. Сонымен айдай бересің, біраз жүргеннен кейін жол екі қайырлады. Біреу тура келеді, тауға қарай. Біреу оңға қарай кетіп отыр. Сол оңға қарай алып отырсың. Сонымен айдай берсең, сол бақанас қалып тұрады. Сол бақанас өзі осы әлпейдің бойында ма? Жоқ. Ол айдады. Біз бірінші бақанас табуымыз керек болды, өйткені бақанаста Шәкәрімнің денесі 30 жыл бойы жатқан құдық бар, яғни қырғыдық бар. Несі бар? Ескерткіші? Қосыл. Қазақ ешек. Сол құдықта жатқан ғой Шәкәрім? Солда жатқан ғой? Иә. Хақат келіп. Қазып алған ше. Қазып алып. Жарайды, жақсы аға. Жарайды, рахмет аға. Жол мынау ғой. Иә, міне бұл жерде қазір осы айналып өтірсіз. Иә, ананы тауды бүйтіп айналам. Тауды айналасыз. Тошалың қасына, базы шаруаш қасына тура кетеді. Сол ар жағында тосып отырасың. Соның қасына бақанас кететін жол жатырса. Бірақ жол. Қазір 21 ғасыр, жаңа Қазақстанның көрінісі осындай достар. Уағалейкум ассалам. Ассалам. Кесіп. Төртінші фирмасы ғой. Бірақ мынау осы жер бақанасқа қараған ең. Өздерің қай жақтан? Абай? Ждақтым. Құндызда? Иә. Тыныштан қыдырып. Біз ана неге бардық? Саят қора, Шәкәрім Саят қорасын іздеп. Достар, біз орта жолдамыз. İyi болып керек қой. Осы үйден тоқтайық. Светке бірінші тәпішкелері бар екен осы үйге тұр. Бақанас. Арасында тоғайдан өтесіне, тоғайдан өткеннен кейін өтіп жібергенде алдарынан көп қара жол келеді. Қызылтуға деп бар. Сол жақта енді жол көп жерде шатасыңдар мүмкін ғой. Шатасамыз, е? Қалай жер екен онда? Болмаса да аны 35 башы. Бақанастан 30 деп жазыпты, кеше бірінен қарадық бір нелерде. Дұрыс енді. Міне достар, біз 3 сағаттан аса жол жүріп, Бақанас ауылындағы Бақанас өзенінен өткен бойдағы Шәкәрімнің 30 жыл бойы сүйегі жатқан қырғыдыққа келдік. Дәл осы жерден Шәкәрімнің ұлы Ахат 1961 жылы Шәкәрімнің сүйегін қазып алып, оны Абайдың қасына апарып, арулап жерлеген. Алаш арысы ақын философ Шәкәрім 30 жыл. Шәкәрімнің 30 жыл мүрдесі жатқан қырғыдық дейді. Шет-шетіндегі тастар тұр. Мына жерге Шәкәрімге ескерткіш Достар, жалпы Бақанас өзенінің бойында 10 шақты қырғыдық бар екен. Енді осы ескерткішті қоятын кезде нақты қай құдықтан Ахат Шәкәрімнің сүйегін қазып алғанын білетін ешкім болмағандықтан жобалап осы құдықтың басына, яғни дәл осы жерге осы ескерткішті орналастырады. Бұл жаққа келетін жол нашар болса да, осы ескерткішті орнатқан адамдарға үлкен алғыс айтамыз. Енді біз ары қарай Саят қораны іздеуге жолға шығдық. Қай жаққа шаппағыз? Biz adashırmız ha.
Абайдың бұлағы деген өшір ме? Абайдың бұлағы деген. Абай бұлақ? Барған. Яғни жартастың бойы ма, ана жерде тұрған жартас тұрған бір жалғыз үлкен тау. Ана жерде несі Өзен ар жағында, яғни зират сияқты тұрған жер ма бір? Тас. Темірден жазып тұра бер. Шақпақ деген осы жақ па? Шақпақ еще дальше. Шақпақ былай кетесіз. Ол Саят қораудан ары қарай, Шақпақтың ары қарай. Саят қорасы былай кетесіз, Шақпақтың былай кетеді. Шақпақтың арғы 12 километр деген бір неде оқығанда. Біз енді білмейміз, оқып келатырмыз біз. Оқып. Бала Шақпақ ұлы абайдың дүниеден озған жері дейді. Қайтыс болған жері дейді абайдың. Міне достар, осылай біз жол бойы Абай жолы романындағы аталған жер атауларын өз көзімізбен көріп тамашалап келе жатырмыз. Ал мына жер Бала Шақпақтан 3 шақырымдай жерде орналасқан Кең бұлақ деген жайлау. Бұл жер Шәкәрімнің әкесі Құдайбердінің жайлауы. Кең бұлақ деген жер Шәкәрімнің дүниеге келген жері. Міне бұлақтың көзі деген осындай болады достар. Жер астынан сулар осылай шығады, бұрқ кетіп. Осыны бұлақтың көзі деп атаймыз. Картинка сияқты. Саят қорасы қай тұста? Маған бірасты. Қорасынан бөлек бұлақ бар. Прямо жолмен жүре берсең алдына шығады. Жазылып. Қай жолмен? Бұлай қарай жол. Иә. Беғай бұрылмай. Осы апарып қосады мына жол. Сол бір жолға түседі ғой өзі? Соның айдарды жол іздеп сатырана Шәкәрімнің несіне өндірміз. Тура соның қасына тесілер. Осылайша 6 сағат жол жүріп, ақыры Шәкәрім атамыздың Саят қорасына жеттік. Шәкәрім Құдайбердіұлының Саят қорасы 1925 жылдан бастап өмірінің соңына дейін өмірін өткізген үйі. Достар, енді бұл Саят қора туралы сіздерге қысқаша ақпарат бере кетейін. Шәкәрім атамыздың өзі: "Мен кеттім, сендер елде қойдың қалып, ешкімнің кеткенім жоқ малын алып, 55 жыл жинаған қазынамды оңашада қорыттым ойға салып" дейді. Яғни Шәкәрім атамыз ойға, оңаша жер керек деп, өзінің өмірден жинаған барлық білімін осы Саят қорада отырып жинақтап жазған. Бұл Саят қорада Шәкәрімнің ең ірі шығармалар мен туындылар дүниеге келген. Шәкәрім тағы бір өлеңінде: "Жапанда жалғыз жаттым елден жырақ, көп іші болмаған соң маған тұрақ. Жасымнан сүйген өмірім оңашалық, қартайып алжып тұр ғой деме шырақ" деп өзінің оңашалықты ұнататынын айтады. Бүгінгі таңда бұл Саят қора Шәкәрім атамыздан қалған жалғыз жәдігер. Өздеріңіз көріп тұрғандай Саят қораның 3 қабырғасы ғана қалған. Шәкәрімнің шығармашылығы мен өміріне қызығушылардың бұл жер дәл тауып келуі екіталай. Сондықтан бұл тақырыптардың барлығы міндетті түрде көтерілу керек деп ойлаймын. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, бұл Шәкәрім атамыздың соңғы 6 жылында өмір сүрген Саят қорасы.
осы жерде барлық шедеврларын жазған, ойын қорытқан Тошалас елден жырақта өзі жалғасады. Табиғатқа қарасаңыз, Мына жаққа қарайсыз, көз жүгіртіп. ой жүгіртесің. Дейсің де қайтадан неге кіресің мына жаққа. Арғы тау ғой. Осылайша шәкәрімнің саят қорасына жасаған бір күндік саяхатымыз аяқталып, хан Шыңғыстың Шыңғыстаудың ең биік нүктесіне көтеріліп, тарихи мекендерді өз көзімізбен көріп, ойымыздың өрісін біраз болсын рухани кеңейтіп қайттық. Уақыттарыңыз болса, міндетті түрде келуге кеңес беремін. Назарларыңызға рахмет.